Даяна, балдырдан ұялсайшы кешке кеші. Фуй, не жеп ағасын? Кірсілай! Тұршы, жоқ, тұрындашы. Тұршы, басқа жаққа түспет, Нұрик. Біз қайдамыз? Жігіттер, біз көп шық болған сияқтымыз походта. Неге? Қарасай 22 наурыздан бірақ шыққамыз ғой. Бір жұртты 22 наурыз. Енді қарасай бәрі батырлардың киіммен қазақи киініп алған ғой. Ничего? Бізде 22 наурызда ғана солай жүреді ғой. Меніңше бір великандардың әлеміне кіріп кеткен сияқтымыз біз. Неге? Великалар тұрып қарасай дәу. Жігіттер, шетелде біреу пәмен отыр. Свет жоқ. Көрсі свет бар ма? Менде де жоқ. Менде телефон жоқ. Жоқ. Походу біреу кино түсіріп жатыр. Кино? И білесіздер ма, мен миллион подписчигім бар екенін? Түспеймен кино, администратор! Фу, Даяна, жапшы аузыңды. Келе жатқан сияқты ғой. Шынайы кино сияқты ма, походу? Мыналарды алып жүріңдер. Тоқта, мен кіріп жамарам әлі. Жер, маникюр! Во. Қандай кино, айтсаңыз қайда? Жіберсеңізші, не болады? Өзім. Ай. Мен негізі жаңа камераға қарап қойған сияқтымын. Басынан езер бересің. Аға сұлтанның алдында не деп отты отырсың? Сіздер білесіңдер ма, мен гонорарым қанша екенін? Мен түспеймін киноларыңа. Отыр орныңа. Аға сұлтан. Иә, қайдан болдыңдар? Жоңғардың тыңш істемессіңдер ме? Сценарий бойынша не деп жауап берген? Аға сұлтанның сұрағына жауап беріңдер. Санчо, ана өтірік. Білдім. Бәрі, Франк, розыгрыш, нағарсы түрлерін қарсын. Нағадан қарсын, шалтықы да. Шалды сақалды, ше? Сақал қара. Сақал өтірік. Жоқ! Жексұрын, аға сұлтанға қол көтеруге қалай дәтің барды? Сендер менің ауылыма рұқсатсыз кіргендеріңмен қоймай, маған құрметсіздік көрсеттіңдер. Мыналарды бір апта бойына шақыраған күннің астына ас-сусыз қол аяқтарын байлап тастаңдар. Ас-сусыз бір апта бойы. Бір апта, бір күн қос тағы да. Аға сұлтанның жомарттығын Сіздер, сен білесіңдер ма, мен папамның кім екенін? Мен папам сот, бәрін сотата, Отыр. күштігі ме? Жарлық. Аға сұлтанның жарлығы бір апта бойы ас-сусыз қол аяқтарын байлап шақырайған күннің астында байлап қойыңдар. Әгерекей кімде-кім менің ауылыма осылай баса көктеп кіретін болса, оларды да тура осындай жаза күтіп тұр. Оларға да тура сондай болып тұр. Алып кетіңдер. Алып кетіңдер. Құп болады. Алып кетіңдер. Өзім. Ана қыздың қолын қаттың елімаңдар, ай. Ай, қызым ау, біраз жұмыс жасап тастадық бүгін. Қойшы қымызыңнан. Иә. Хабибе. Аға сұлтан. Иә. Орын құтты болсын. Орыннан бөлік, я. Ана, араларында біреу маған ұнап болған сияқты ма қалай? Ай, не жұмбақтап отырсың? Араларында өзі бір-ақ қыз бар емес пе? Иә, бірақ. Туй, маған кету керек мін жерден. Мен ертеңге солярийға жазылып қойып едім. Айналайын, тегін солярийдің астында отқан жоқсың ба? Күннің астында шыжып. Не қыласың ақшаңды құртып? Отыра берсін. Әшейінде тепсе темір үзетін. Не от бір жіп түзамай өттің ғой? Жіп түз алмасам да, мен сен ойдың түзен түсіндің ба? Қойдашы жіктер. Мына Франк шектен шығып бара жатыр. Мына жерде шығуымыз керек, қалай да болсын. Қалай? Күнге кептіріп жақсы боласыңдар ма? Бауырым, бізге осы жерден шығуға көмектесші, мен Алматыға жеткеннен кейін счетыға $1000 салып жіберем. Лично өзім атынан. Бауырым дегеннен кейін сөзін түсінбедім мен сен. Долдыр деп сен менен оңай құтылғың келіп тұр ғой, а? Олай болмайды. Мынаның көзіндегі терезені маған бересіңдер. Содан кейін босатамын.
ойбай, Очки деп отыр, очки. мен саған мұндайдың 1000 түрін әкеп берем ғой. Қоя, сен ешқайсысы керек жоқ маған. Маған көмектессең, мен саған берем очкиді. Иә, очкиді бересің. Очки қоя. Баста, шеш. Қолымыз шеш. Мына дәуден бастап шешейін. Мен шешпе. Мынау деп Оған тиіспе. оған дейспе де қояды. Бұл аға сұлтанның сыртқа шығып жүрген құпия есігі. Менен басқа ешкім білмейді. Көзіңдегі терезеңді тастап кет маған. Мен саған басқа нәрсем. Өмір ғажап, туған жер, айналайын ақ бесік. Тұтқындар қайда? Білмеймін, көзімді ашсам жоқ қой. Ой, ақымақ. Далағандай керемет, өмір неттен қаталсың. Аға сұлтан. Тұтқындар қашып кетті. Арттарынан қуғыншылар жіберуге рұқсат етіңіз. Қажеті жоқ. Олар бұл аумақтық емес сияқты ғой. Жолды білмейді. Ең жақын ауыл 12 апталық жер. Олар жетем дегенше ас сусыз, тамақсыз өздері ағаштан өліп қалады ғой. Боссың, бара бер. Құт болады. Уа, ұлы даламның билеушісі! Ұлы даламның билеушісі. Аға сұлтан, уәзіріңіз үлкен жігіт болды. Қой қалайша? Бүгін өмірінде ең алғашқы рет қыздың бетінен сөйді. Не дейді? Қыздың бетінен сөйді дейді. Бүгін қыздың бетінен сөйсең, ертең қолынан ұстайсың ғой сен. Қайдағын айтпаңыз. Мен де бір тәрбие көрген адаммын. Қолынан ұстаған несі, ондайға дейін апармаймын. Тоқтаңдаршы. Бүйт, шаршап өлгенше, аналарға сталына салып, күнің астында күйіп өлейікші. Мен арға жүрмеймін, шаршадым. Өмірімде бүйт қызыл соңынан жүрмеппін. Анан қарандар. Біреу жүр, әні. Даяна, қаңбақ шауға саған елестеп жатыр. Сет әлі жоқ. Прямой эфир ұзақ болады сияқты. Қалаға жетіп алуымыз керек, Жайо. Басқа амал жоқ, кеттік. Жайо? Иә. Алыс па? Отырған жер 50 шақырым. 50 шақырым? Мен жүрмеймін болды ары қарай. Сен өмірінде бар ғой, ұзақ жүрген ғана тұсауыңды кескенде домбыра мен кітаптың арасындағы араға шықсақ қамшпыш жай. Жігіттер, ана қараңдар. Бір адам тұр. Алдындағы шал емес па? Кеттік ұстап алайық. Тез кеттік. Бека, мен арқалап баршымен саған 15 теңге берем. Ой, кетшей бар. Қанша дейді? 15 мың. Мына жағдайға байланысты әр метрі арқалап апару 15 мың. Жүгіріп апару 20 мың, сүйреп апару 5 мың. Келсіз ба? Кетші бар. Кімнің кім екен осындай кезде сразу білесің. Бұдан кейін мен қарызға сұрамаңдар. Алдын қарызақ қойғандар қайтармай қойса бола ма? Қайтарасыз үйге барғанда. Брат. Қайдағы брат? Кімсіңдер сендер? Сендер қайдан ұқтабадың ба? Қайдағы брат өзімде бір ақ тұр, осымен қой бағып жүрмін ғой. Бір ай қой бағып, бір қап тұзды осымен табам ғой. Айына бір қап тұз аласың ба? Білем, я көптеп алатын білем, бірақ шүкір әйтеуір. Сен онда маған жұмысқа келсеш, мен саған күніне бір қап тұз берем, а? Қойшы таншы. Кішкене арзанда жұмыс тауып алайық та. Біз адасып кеттік. Біз Алматы қай жерде? Алматыны көрсетшеш бізге. Алма деген атаны танымайды екен мен.
Сендер бүйтіңдер, мына Испиджапқа барып көріңдер. Бұл жақтағылар танымайды екен, бұл қаладағылар. Біздің қала Суяб қой негізі. Суябта ондай Алма ата деген ата жоқ. Суяб? Тұташ? Суяб? Бұл ежелгі Суяб қаласының жері. Бұл тарихи жер. Суяб? Испиджап? Неме біле, екі күнде екі бірдей қала сап тастай саған ба? Үкімет салам десе салат негізі бірақ. Жоқ. Қай жыл қазір? Жыл? Қай ғасыр? Естеріңнің адасып қалғасыңдар ма? 18-ші ғасыр, 18-ші ғасыр, бәріміз 18-ші ғасырдамыз ғой. 18. Жігіттер, біз шынымен өткен жаққа өттік. Қазір 18-ші ғасыр. Жігіттер, Дәулет, құмаш болды. Бәріміз күннің астында бірдей жүрдік қой, басына көріп кетті ма? жоқ, қараса ойласақ, адамдар, батырлар кәдімгідей. Мынау, бұл пранк емес ешқандай. Бұл біз ана шал бізді дуалап кетті, ана шал бізді дуалап. Біз өткен ғасырдамыз, тоқта. Бауырым, енді ештеңкеден хабарың болмаса да, еш болмаса, Нұр Отанды білетін шығарсың, иә? Прикинь, Нұр Отанды білмейді. Біз шынымен басқа ғасырдамыз ғой. Біз осында қалдық па? Мамам маған айтып еді, балам бармай-ақ қойшы деп. Бір рет болса тыңдай салу керек еді маман өмірінде. Сонша қыздың көз жасы ғой. Құдай. Бізді өз заманымызға апара көші. Бірде бір қызға жақындамай лайықпаса болды. Кеше ана салонға жазылып қойын. Паникаман кетті. Өз адамды қолын астасай. Қойшы, Санчо, қойшы, Даяна. Паниканың пайдасы жоқ. Бізге көмек керек. Бізге жақын жерде ауыл ма, қала ма, ең жақын айтшы, ең жақын. Барға бар. Мына жерде жап-жақын Сайрам деген ауыл бар. Екі апталық жол ғой, 2 апталық болды. Кешірім сұраймын, малшы бала. Егер де байқаусызда біздің заманға өтіп жатсаң, сен хабарлаш, жарай ма? Жақсы, дерзкий врачтар бар. Аузында ішке таңлайын тапча. Кетіп, рахмет. Өздеріңмен бірге суала кетіңдер. Керек емес, суан. Қызық адамдар еме? Сен де көрдің бе өзі? Ойлатым қайда өзі? Бала малшы берген суды алу керек еді. Құмбашы, сол ішіп алып тас ғасырдан бір ашық дейсің ғой. Сосын жүрек динозаврлардан қашып айқайлап. Кайф емес па? Қыздардың бәрі тыр жалаңаш жүреді. Қазіргі заман қыздар да жалаңаш жүреді ғой. Нал деп тұрсың сен? Саған қатысы жоқ. Қайдан шықтық, қайдан баратырмыз ұмытып қалдық қой. Адасып кеттік, не істейміз? Баяғы райондағы братандар айтатын еді, шыққан жеріңді ұмытпа деп. Ануда қаңбақ шалма? Ей, адам ғой! Адам! Біреу келеді! Ассалаумағалейкум жігіттер. Привет. Мына жаяу шыққан түрлеріңе қарағанда 1-2 апталық жолға шыққансыңдар ау. Сол мына тұрған жерге бара жатырмыз. Біз Сайрам деген қаланы іздеп жүрік. Сайрам. Соны адасып кеттік. Жол сілтеп жүрсеңіз. Адасып кеттік дейсіңдер ме? Иә. Ендеше менімен бірге еріңдер. Тамақтанып әлденіп алыңдар. Содан соң ауылдан шыққан көпестерге ертіп жіберелім. Бір минут, жолаушы мырза, кешірім сұрайым. Ақыры біз сізбен бірге барады екенбіз. Сізбен мінгесіп барсам бола ма? Жарайды енді. Ал жүріңдер ал кет. Тоқта! Чөт мына жерде бір жерге ұқсайтын сияқты, иә? Кезінде қазақ ауылдар бір-біріне ұқсай берген ғой. Не үшін? Өйткені сол кезде баяғыда бүкіл қазақ жерінің ауылдарын бір компания тендермен ұтып алған ғой саламды. Ал, қош келдіңдер, төрлетіңдерші. Брат, кешіресіз. Сіз ләж барынса аттан жиі түсіп тұрсаңыз. Аға сұлтан армысыз? Айта бер. Мыналарды ұстап алып келдім. Ой жарайсың. Ендеше саған сияқы жарты қап бидай. Рахмет. Не деген жомарт едіңіз? Сонда біздің құнымыз жарты қап бидай болды ма? Шамаңызды. Не көрдіңіз? Сенің түрің ұнамайды маған. Сені көрсем сақалым ауырып кетеді. Сонымен кім екендеріңді айтасыңдар ма жоқ па? Аға сұлтан,
Біз болашақтан келгенбіз. 21 ғасырдан. Дейді. Ей, мыналар күннің астында көп отырып қойған ау. Рас айтам. Міне, мандай істері жоқ. Ей, сен мені айнамен таң қалдырмай-ақ қой. Мынандай айнаның мен саған 142-сін тауып берем. Міне, сенбесеңіздер. Ей, астапыралла, ей кет шайтан, кет тартыңдар, көзі қотыңдар мынаның, кет. Жоқ, біз шайтан емеспіз. Біз шайтан емес, біз сал серілеріміз. Я, біз әр ауылға барып үстіп қорқытып шошып концерт беріп жүреміз, я. Сал серісіздер ма сендер? Ей, айтпайсыңдар ма? Сендер сері сал болсаңдар, мына қыз кімсіңдер? Салка. Бір сал сері, бір салычка. Ол не істейді соны? Біз ана терме айтқан кезде артында билеп тұрады. Ой, Алла сақта. Естімеген елді көп деп мынау. Бір түрлі екен. Ана бұла не істейді? Бұл палуан жауырыны жер иіскемеген, анау тау көтерген толағай. Сомен разна-раз шыққан, я. Иә. Ендеше біздің бір жауынгермен күшті көрсін. Қалай қарайсың? Жекпе-жек. Смело. Иә. Бұлар мен 2 жыл боксқа, 3 жыл каратеге қатысқанын қайда білсін? Адамды ұрмай құлатамын ғой мен. Жасың нешеде батырым? 13-тен. Не үшін? Түрімді аяңшы тазы. 13-тен десе кішкентай бала шығады да, айыртсайсың ғой, бана 13-тен айтсай болды. Жасыңды ұмытып қалғансың ба? 13-темін. Ендеше біздің 13 жасар батырды шақырыңдар. Қатармен төбелесін. 13 жасар батыр келсін. Мынау ба? Мынау шайтыр ғойнан ұрып өлтіресің ғой, кайф емес ба? Дайынсың ба? Басына берейік па бізге? Бастаңдар. Ladies and gentlemen, in the red corner, WBA, WBC in a KFC 55 and a 54. Бека Ебедейсес! Yeah. И, конечно же, в левом углу ринга его соперник ешқасан жеңіп көрмеген Шәлтрен Бейтанс балақа! Are you ready? Are you дайынсың ба? Фига! Сіз өзіңізді қалай сезініп тұрсыз, қандай көңіл күйдесіз? Алдын бұрын соңды бұлай жеңіске жеткен бе едіңіз? Уа халқым, жеңіс құтты болсын. Мынау елімізге сал серілер күнде келіп жатқан жоқ. Ендеше бір жақсылап тұрып өнерлерін тамашалайық. Без проблем. Easy. Я, бізге бірақ уақыт керек. Иә, 1 ай уақыт. Ой, 1 ай нес. Сендер не басынан бастап үйренейін деп жатсыңдар ма? Жоқ, 2 күн керек. Ендеше атадан қалған ғұрпымызбен сал серілерге лайықты құрмет көрсетіңдер. Жарлық! Я, сөйтіңдер я. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар. Айдасыл арудың есімі кім болса екен? Атвали. Атвали? Қандай керемет есім. Менің есімім Жетпісбай. Атвали Жетпісбай. Қандай ұйқастық деймін да. Руыңыз кім болды? Мәмбет. Мәмбет? Бірінші рет естіп тұрған ру. Бірақ менің руым сұрайтын болса, мен ру айтпаймын. Руға бөлінбеймін да. Бәріміз қазақ. Ұстады. Өз қолымен төсімнен ұстады.
Мен бір байқұс махаббаттың машина. Ғашықтық дерті жанымды қинап әр күн. Мүмкіндік бермей құштарлық толы сезімге айта алмадым сүйем тепкесінде. Аға Сұлтан, өлең шығардым. Қаламсап пен қағаз бар ма, жазып алайын. Кім ол? Қорлан, сен ба? Қалайсың? Жақсы. Сіздің де жағдайыңызды сұрауға келдім. Мен жағдайым жақсы. Соққы қатты тиді ме? Жоқ, жігітпіз ғой. Кез көмектесейін. Не деген сұлу еді? Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі сезім мұзды еріткен. Енді мені кешір жаным, енді мені кешір жаным. Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі сезім мұзды еріткен. Енді мені кешір жаным, енді мені кешір жаным. Біреу бағалай алмадым, менің қателігім, сенен айырылып қалғаным. Қаншама армандадым, қанша биік самғадым, бірақ та түбінде бәрібір бірге болмадық. Білесің бе ботақан сені